Интернетімді ашып қалсам, үнемі осы интересныйдан шығатын осы рецепт, бірақ істеуге қолым тимей жүрген еді. Бүгін бірінші рет істеп жеп көрдім, өте дәмді шығады екен. Лаваштан жасалған бургер дейді. Ол үшін ең алдымен тұздалған қиярымызды осылай майдалап көбіктап турап аламыз. Соусына майонез, кетчуп, горчица, сарымсақ, укроп, тұздалған қиярымызды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қызанағымызды осылай жұқалап турап аламыз. Пекинский капустамызды осылай салонка етіп турап аламыз. Тартылған етке тұз, қара бұрыш салып жақсылап бірінші араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін кішкене ұрғылаймыз осылай. Видеодағыдай қылып домалақтап аламыз. Лавашымыздың үстіне жайып аламыз. Жоғалап жайыңыздар. Қысып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, фарш жағын жақсылап қып-қызыл қуырып аламыз. Мен 3-4 минуттай қуырдым. Үстіне сырымызды қойып, 5 минутқа тағы да осылай отқа қойып қоямыз. Қызанақ, пияз, соусымызды, сосын ең соңында пекинский капустамызды салып, осылай ораймыз. Сонымен өте дәмді лаваштан жасалған бургеріміз дайын болды. Сочный дәмді болып шығады екен. Ас болсын.